тірі кезде, деп жылар сорлы қазақ мен өлгенде. Ұрпақ атар 80 мен 100-дігімді, тарихтың түкпірінен сөз келгенде. Құрметті оқушылар, ұстаздар, біз бүгін отанына шын берілген қайсар жүрек Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл толуына арналған ұлтына ұран болған ер Бауыржан атты еске алу кешіне қош келіпсіздер. Кешегі неміс фашист басқыншыларымен болған қырғын соғыстағы жеңіс оңайлықпен келмеді. Ана жарын жоғалтып, жесір, бала әкесінен, анасынан айырылып жетім атанды. Фашистердің тұтқын лагеріне қаншама ана мен бала айуандықпен азаптап өлтірілді. Ал тылда қалған қарттар, аналар мен бесіктен белі шықпаған балалар соғыстың қайғы қасіретін арқалай жүріп, бірде аш, бірде тоқ аяқ тынбай жұмыс істеді. Бірақ ешкімнің сағы сынбады. Отан үшін кеудесін отқа тосқан қазақ халқының батыры Бауыржан Момышұлы да туған жерді қасиет тұтып, отанын қорғауда үлкен өшпес ерлік көрсетті. Ол ерлік істерін ешкімде ешқашанда ұмытпауға тиіс. Осы соғыста Кеңес одағының басқа да республикаларымен бірге біздің Қазақстан Республикасы да жан аямай шайқасты. Батыр атамыз соғыстан оралғаннан кейін батырдың қаруын қаламға айырбастағанын білеміз. Ал майданда бір ерлік етсе, сөз майданында екінші ерлік көрсете білді. Қазақ халқында мынадай асыл сөз бар. Ғалымның аты өлсе де хат өлмейді дегендей, батырдың ерлік туралы айтқан қанатты сөздерде ел аузында сақталып жүр. Ендеше балалар, батыр атамыздың қандай қанатты сөздерін білесіңдер? Айбын дана шапқаннан ажалда сескенеді. Ту сыртына тиген дұшпанда турға түсір. Өршеленген жаудың үнін өшір. Ердің туы намыс. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Ердің еділ тобылынан келмейді. Жаныңда күде-күзе соғыспасаң, жаудан күйге алмайсың. Сабырлылық алдында дұшпан сасады. Сабырсыздан береке қашады. Отан үшін отқа түс кимейсің. Опасыздан отан жоқ. Командир аға, солдат іні, айқаймен ала алмайсың, ақылмен, айламен алқын. Қорқақ қаққа жүргілет, белдескенің белін сындыр, тірескенің тізесін бүкті. Қайратыңа әдісіңді жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Ерлік табиғат сый емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдында қасиетті парыздыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі. Бауыржан атамыздың әділетсіздікке, екіжүзділікке қарсы тұрып, талай жерде өзіне жау тапқандығын тілге тиек етеміз. Батыр бейнесінің әр қыры оның өз шығармаларынан анық байқалады. Бауыржан Момышұлы өзгелерден даралап тұрған ерекше қасиеті оның қалам мен қаруды қатар ұстауы, қай кезде де ұлт мүддесін қаймықпай қорғауы. Мысалы, 1943 жылы ажалмен арпалысып жүргеніне қарамастан, ол Қазақстан басшыларына майданнан хат жазып, онда қазақ тілінің мүшкіл жағдайын баяндап, туған тілімізді тұғырлы етуге қатысты нақты ұсыныстар жасайды. Тағы бір дәлел, соғыста жүріп жазған 37 дәптер күнделігінің 3-еуі жоғалғанда, 3 бауырынан айырылғандай күй кешеді. Майдан даласында жазылған дәптердің әрқайсысында соғыс жылдарының қасіреті мен қиындығын суреттейді. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысы барысында 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет өлімнің құрсауында қалған. Бірнеше рет өлімші болып жараланған. Бірақ өліммен бетпе-бет 208 мәрте қалған сәттердің барлығында да негізгі жауынгерлік құрамымен 209 мәрте қоршаудан аман есен шығып, өз дивизиясына қосылып отырған. Бауыржан қазақтың кешегі от тілді орақ ауызды әрі ақын, әрі батыл тұлғаларының заңды жалғасы. Түйіндей айтсақ, ұлттық рухтың 20 ғасырдың басындағы айқын көрінісі. Елде жоқ ерекше қасиеті, енді өмір жолын әдебиет майданына бет бұрады. Ендігі қалған өмірімде көрген білгенімді жастарға айтып кетейін деп, қалам алып жазу жұмысына кірістім дейді. Мен профессионал жазушы емеспін.
Мен әскери мемуар жазушы ғана кісімін. Ал біздің қазақта бұрын әскери мемуарлық әдебиет атымен болған емес. Бауыржан Момышұлы жастарды қандай адам бойындағы жақсы қасиеттерге үндеген? Адамгершілікке, адалдыққа, батылдыққа, борыштыққа, арлылыққа, жауапкершілікке, қайраттылыққа, ерлікке, жариялыққа, ержандылыққа, ұлттық мақтанышқа, табандылыққа, намысқойлыққа, әділдікке, әдептілікке. Қандай жаман қасиеттерден үндеген? Арсыздықтан, қорқақтықтан, жалғанбастықтан, жалғандықтан, қырсықтықтан, жауапсыздықтан, тұрақсыздықтан, жігерсіздіктен, құрықсыздықтан, көре алмастықтан, мәңгүрттіктен, қанағатсыздықтан, сатқындықтан, масашпақтықтан. Ғасырдан ғасырға өтіп, тарих шежіресіне талай ерлік пен қаһармандардың үлгілері жазылар. Бірақ солардың ішінде Ұлы Отан соғысы, Германия әскерлерін талқандап, жер жүзін фашизм апатынан аман алып қалған ұлы жеңістің халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының ержүрек, батыр, өшпес өнегесі болып мәңгі жарқырай береді. Әйгілі ақындардың Бауыржан Момышұлы жайлы жазған шығармалары мен өлеңдері де бар. Мысал үшін, бір кезде Құраннан жазылған сүрені портфелеттің артына жапсырып, жаттап, тұмар етіп бүкіл соғыс бойы өзімен бірге алып жүрген Бауыржан Момышұлын бірнеше мәрте ажалдан аман алып қалуына да бірден бір себепші болған осы сүре шығар деп ойлаймын дейді Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» романынан үзінді. Мұқағали Мақатаевтың «Бауыржан Момышұлына» атты өлеңі. Аға, білмеймін саған не айтарымды, қай қырынан білмеймін байқарымды. Көңілдегі ой көмеге кептелді де, түрмесіне күйдемнің қайтарылды. Қайтегімді білмеймін не айтарымды. Жасқануды білмеушем жалтаруды, неге көңіл білмеймін аңтарылды. Тұлпарым бар еді саған деген, алып ұшпай ол неге қантарылды. Сен зәру емессің ғой құрметке, сырлаяқтың сыны бары сыры кеткен. Томға емес орамал жолға жарап, сый тартуда атамыз ырым еткен. Тартар сыйым өзіне болмаған соң, белгілі ғой қасына жоламасын. Ақ сұңқарым бар еді ұшпай қойды, алсам дағы басынан томағасын. Қылышымды суырып қынабынан, қыл қапқан жүзін көріп жыладым-ау. Жетімдердің кегімен жеселердің, суарып ем суалған бұлағына. Қайрап едім завалдың шарығына, қақтап едім қан майдан жалынына. Қынабына оны да жасырдым мен, керек болып жүрер деп қалығыма. Қынабына сап қойдым үмітпенен, оның несін жасырам бүгіп сенен. Саған аға сақталған бір сый бар ау, назарына ешкімнің ілікпеген. Алтында алмас тәмеш шалтылдаған, бір сый бар аға саған тартылмаған. Ұрпақтар аңыз етіп айта жүрер, сыйдан да он есе артықтан қымбаған. Ешкімнің назарына ілікпеген, саған бір сый тартам деп үміттенем. Жүрегімнің тапсырған аманатын бере алмай кетем бе деп күдіктенем. Қандай сый тартсам екен аға саған, білмеймін, жараса ма жараспай ма. Ешбір сый таба алмасам аға саған, аппақ тонның атамның тәбәрігін жүзге кел деп арқана жаба саламын. Бауыржан Момышұлының өзінің де жазған шығармалары бар, я балалар. Қанмен жазылған кітап, Бауыржан Момышұлының бірінші томы және екінші томы. Кітапханада Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл толуына орай жасалынған кітап көрмесі бар. Сонда көптеген кітаптары бар, соны алып мағлұмат алуларыңа болады. Бүгінгі ұрпақ кешегі қан майдан ерлерінің жалғасы. Қазіргі сіз бен біз мәңгілік ерліктің, өшпес ерліктің рухын өлтірмей, ұрпақтан ұрпаққа аманат ету біздің борышымыз. Осымен Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына, Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл толуына орай арналған ұлтына ұран болған ер Бауыржан атты еске алу кешіміз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.